Петрушка шырыны денсаулыққа жасырын қазына. Сіз күнде асқа қосып жүрген қарапайым петрушканың шырыны осыншалықты пайдалы екенін білесіз бе? Көп адам оны тек тағамға дәм беру үшін қолданады. Ал шын мәнінде петрушка ағзаны тазартатын, емдік қасиеті бар табиғи құрал. Петрушка шырыны микроэлементтер мен дәрумендерге өте бай. Оның құрамында С, В, П дәрумендері, никотин қышқылы және амин қышқылдары бар. Калориясы өте төмен. Себебі шырынның 85% су, 8% көмірсу, 4% ақуыз. Май мүлде жоқ. Сондықтан арықтағысы келетіндер үшін таптырмас сусын. Ең алдымен петрушка шырыны ағзадағы артық сұйықтықты сыртқа шығарады. Ісінуді азайтады, токсиндер мен зиянды заттарды тазартуға көмектеседі. Сондықтан оны табиғи несеп айдайтын құрал деп те атайды. Тағы бір маңызды қасиеті ағзадағы артық тұздарды ерітуі. Бұл бүйректегі құм мен тастардың пайда болуына жол бермейді. Бүйрек жұмысы әлсіреген адамдарға өте пайдалы. Петрушка шырыны асқазан мен ішектің жұмысын жақсартады. Іш қатуды азайтып, зат алмасуды реттейді. Ас қорыту жүйесі дұрыс жұмыс істегенде, адам өзін жеңіл әрі сергек сезінеді. Бұл шырын қан қысымын тұрақтандыруға да көмектеседі. Гипертониясы бар адамдарға пайдалы, бірақ міндетті түрде мөлшерін сақтап ішу керек. Қандағы қант мөлшерін төмендетуге де әсері бар. Сондықтан қант диабетіне бейім адамдарға да пайдалы сусын саналады. Әйелдер үшін петрушка шырынның пайдасы ерекше. Итеккір кезіндегі ауырсынуды жеңілдетеді, циклды реттеуге көмектеседі. Ағзадағы гормоналды тепе-теңдікті сақтауға ықпал етеді. Сонымен қатар петрушка шырыны бауырды тазартып, қан айналымын жақсартады. Қан таза болса, тері де таза болады. Безеу, дақтар азайып, бет әлпетіңіз жарқырай түседі. Көзге де пайдасы бар. Көздің шаршауын азайтып, көру қабілетін жақсартуға көмектеседі. Иммунитетті күшейтіп, суық тию мен вирустық аурулардың алдын алады. Ауыз қуысындағы жағымсыз иісті кетіріп, қызыл еттің қабынуын азайтады. Қалай ішу керек? Петрушка шырынын күніне 50-100 мл ғана ішу жеткілікті. Ең дұрысы, таңертең аш қарынға. Дәмін жұмсарту үшін сәбіз, қияр немесе лимон шырынымен араластыруға болады. Маңызды ескерту. Жүкті әйелдерге, бүйрек пен асқазан ауруы асқынған адамдарға петрушка шырынын ішер алдында міндетті түрде дәрігермен кеңесу қажет. Қорытындылай келе, қарапайым петрушка қолжетімді, бірақ пайдасы орасан зор табиғи ем. Дұрыс әрі мөлшермен қолдансаңыз, ағзаңыз сізге алғыс айтады. Егер пайдалы болды деп ойласаңыз, лайк басып, пікір қалдырыңыз. Осындай пайдалы кеңестерді жіберіп алмау үшін парақшаға жазылуды ұмытпаңыз.